Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалады және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Алматыда ер адамды айуандықпен өлтіру уақиғасы тіркелді деп хабарлады Turkistan.tz thanksrenews.kz сайтына сілтеме жасап. Мақрумның туыстарының айтуынша бұл оқиға 26 қарашаға қараған күні түнде болған. Кісі өлтіру туралы ақпарат әлеуметтік желіде жарияланды. Сағат 00-ден 008 шамасында 1974 жылы туылған сыбының айуандықша өлтірген. Досын шығарып салуға шыққан В үйіне қайтып оралмаған. Ол үйінің жалғыз асыраушысы. Ал күдіктілер жақын маңда жұмыс істейтін жұмысшылар. Олардың бірнеше мәрте мас күйінде көрген адамдар бар. Олар В-ны қатты соққыға жыққан. Бірақ 3 қылмыскер де бостандықта жүр деп жазады Мақрумның туыстары. Алматы полиция департаменті тіркеу жүргізіп жатқанын хабарлады. Бұл қылмысқа қатысты күдіктілердің қатысты тергеуге жүргізіп жатыр. Алдын ала мәліметтер бойынша мас күйінде болған ер адамдардың арасында жанжал шығып, кейін төбелескен. Қылмыстың өзі де мән жайында сотталды тіркеу барысында анықталады. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабының 2 бөлігі бойынша Жетісу ауданындағы тіркелді дейілген хабарнамада. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.